Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз мінеки осындай эмульсияда балалар фломастермен, яғни кетпейтін фломастер. Мынандай фломастерлер болады. Өте кетпейді, мына эмульсияға жағылса, біз сумен жуамыз, әртүрлі заттармен кетіріп жатамыз. Оны кетіргеннен кейін сумен кетіреміз, басқа заттармен кетіргенде мынандай артына мынандай дақтар қалып қалады. Жаман болып қалады, амал жоқ, қайтадан эмульсиялаймыз. Енді осыларды қиналмай, осындай дақтар қалып қалмау үшін, мына эмульсия былай әгі дей ма, сыпырылып алып қалмау үшін, қопарылып кетпеу үшін, қайтаран эмульсия жақпау үшін, яғни бір қонақтар келе жатыр деген кезінде тез осыны кетіріп тастау үшін бізге мынау белизна көмектеседі. Мен бұны жақында білдім, ешқандай жерден көрген жоқпын. Өзім жаңағы бір фломастерді кетіру керек болды, сонымен осыны көрейінші дедім де, осыны қолдандым. 5 минутта болмайды, тез кетіріп тастайды. Ол үшін бізге мінеки белизна, кәдімгі қарапайым белизна. Сосын мынандай керек емес пиалайлар, ыдыстар керек, яғни жарамайтын ыдыстар. Сосын мынандай бубка керек, немесе әйше марла. Яғни белизнаға батырып, жаңағы дақты кетіру үшін. Яғни қолмен ұстауға болмайды бұл белизнаны. Сосын міне фломастер. Мен сіздерге жақсылап көрсету үшін осы фломастерлерді қойып қойдым. Және де перчатка керек, және сақтық шараларды сақтау керек. Ал кеттік. Мен бірінші мына фломастер, яғни фиолетовый мен мына стенаға сызам. Жай ғана осылай сыздым. Енді осыны белизнамен кетірем. Міне кішкентай қоямыз. Егер де фломастер кішкентай ғана сызылса, онда бізге кішкентай керек. Көп керек емес. Крышкасын міндетті түрде жауып қойыңыздар белизнанын. Енді қолыма перчатка кием. Мінеки қолыма перчатка кидім. Енді марла. Әшейін жай ғана марла. Осыны мынаған батырам да, мінеки сәл батырам. Қатты нетем. Енді осы сызылған фломастерін әшейін бүйтіп сүртіп қоямыз. Болды. Енді осының кеткенін күтеміз. Мінеки. Мінеки жаймен жай кетіп жатыр. Өзі осылай кетеді. Мына су өзі кеуіп қалады. Біз эмульсияны жаққан кезінде жаңағы сулы болып артынан кейін кеуіп қалады ғой. Сол сияқты бұл суда солай кеуіп қалады. Мінеки көріп тұрсыздар, кетіп жатыр. Видеоны өзімен көрсетіп жатырмын, қалай кетіп жатқанын. Бір қысты күн эмульсия жаға алмаймыз. Сол кезде осы әдіс бізге қатты көмектеседі. Түнде немесе бір күн той болып жатқанда, туған күн немесе қонақ күткен кезде, қонақ күтетін күнге бір күн, 2 күн қалған кезде осылай істеп қойсаңыздар, ешқандай су да кеуіп қалады, және осы дақты естіп кетіп қалады. Мінеки көрдіңіздер ме? Мінеки бізде уже кеш болды. Ешқандай да дақ қалған жоқ. Мына жерде де бана тұрды. Жоқ болып кетті. Яғни кеуіп, ешқандай фломастер жазылған сияқты болмайды.